Біреуді өсектемес бұрын, оның киген аяқ киімін киіп, оның жүрген жолымен жүр, оның жолдағы шалынған әр тасына шалын, оның бар ауыртпалығын сезін. Содан кейін ол туралы өсек айтыңыз. Өсек сені күйдіру үшін таратылады. Егер сен өзің туралы тараған өсекке шындап күйіп піссең, онда өсек авторының арманы орындалғаны. Ешқашан өтірік айтпа. Көз жетпеген жерге сөз жетеді. Өсек айтпа. Жақсы сөйле немесе үндеме. Садақа беріп тұр, шүкіршілік етіп жүр. Қолыңнан келгенше жақсылық жаса, жүрегіңді таза ұста. Басқа бәле тілден аузыңнан шыққан әрбір сөзіңе ие бол. Әзілде кек, өсекте шек жоқ. Жақсымен дос болсаң, алдыңнан шығар елпектеп. Жаманмен дос болсаң, сыртыңнан жүрер өсектеп. Өсек жасанда ақша секілді. Жөні түзу адамдар оны өздері қолдан жасай алмайды. Тек басқа адамға беріп отырады. Өсек қонақ жайлықтың өтемі. Өз құлағыңмен естімеген нәрсені ешқашан қайталап айтпа. Өсек дейтін індет бар, елді құртар. Бауырмалдық, сыйластық теңді құртар. Өсекшілер заманы орнағандай, бір құмалақ, бір қарын майды құртар. Ойлы адам өсекке құлақ түрмейді. Ойсыз адам жел беріп үрлейді. Өсек бұл сізге ұнамайтын адамдар туралы ұнайтын нәрсе есту. Өсекші сізге басқалар туралы айтатын адам. Жалықтырғыш әңгімеші сізге өзі туралы айта беретін адам. Тамаша әңгімеші сізбен сіз туралы сөйлесетін адам. Адамдарға өсек бір жағдайда ғана ұнамайды. Олардың өздері жайлы өсек айтқан кезде. Өсектен өсекшілер жайлы көп нәрсені білуге болады. Адамдар жайлы жақсы ойлау үшін олар жайлы көп білмеу керек. Бұл өмірдегі ең қиыны өзің бола білу. Өйткені барлығы да сенен басқа адамды жасап шығаруға тырысады. Сені ренжітуші адамға денсаулық пен бақыт тіле. Ал Құдай оған не берерін өзі біледі. Бақытты адам болғың келсе, есте сақтау жадыңды қазбалама. Ешкімге ешқашан еш нәрсені түсіндірмеңіз. Бәрібір әр адам өзіне қаншалықты пайдалы болатынына қарай түсінеді. Қашан саған шындықты айтады деп күтпе. Қашан байқаусызда айтып қалады деп күт. Әрбір адам жағдайларға байланысты жақсы немесе жаман бола алады. Жақсы адам жаман адамнан таңдауы арқылы ерекшеленеді. Жақсы әдепті кедейлікте сақтау қиын. Құлау сәтсіздік емес. Сәтсіздік ол құлаған жеріңде қалып қою. Есіңде сақта. Егер біреу сені қатты ренжіткісі келсе, бұл оның одан да нашар халде екенін білдіреді. Жүрегіңе еш нәрсені жақын қабылдама. Қабылдасаң ұстап қалғың келеді, ал ештеңені мәңгі ұстап тұру мүмкін емес. Адамды шынайы ұрыстан кейін ғана танисың. Сол кезде ғана ол өзінің шынайы мінезін көрсетеді. Қызғылт көзілдірік кисең де, өмірдің шынайы түсі өзгермейді. Өмірдегі ең маңызды кеңес, ешқашан адам баласына толықтай ашылма. Боқтан өзгенің өзіне де күле беретін адамның ішінде үлкен мұң болады. Бірін-бірі түсіну үшін көп сөз қажет емес. Көп сөз бірін-бірі түсінбеу үшін қажет. Өзіңде барды қадірле, басқаныкіне назар аударма.
Аллаға барлығы үшін рахмет айт, шүкіршілік ет, сонда ол саған одан да мол береді. Адам жүрегі осы төртеуі шамадан тыс болса, қатайып кетеді. Олар ұйқы, тамақ, сөз және адамдармен бірге болу. Адамдар сені ұмытқанда, сен оны одан да күшті еске сақтайсың. Оқиғалар дәмеленген нәрсемізге сәйкес келмесе, біз абдырап қаламыз. Сондықтан күтпеңіз. Бірақ оқиғаның кез келген күрт өзгерісіне дайын болыңыз. Жақсылық жасасаң, мейірімді адамдар бағалайды. Немқұрайлы адамдар ұмытады. Ал менмендер одан сайын менмен болады. Сөйлеуді үйренгенің өскеніңнің, үндемеуді үйренгенің ақылды, дана болғаныңның белгісі. Өте маңызды кеңес. Баруың керек жаққа емес, барған келген жаққа бару керек. Ұрыста екі тарап та кінәлі болады. Өмірде жаман қасиеттерімізден гөрі, жақсы қасиеттеріміз бізге көбірек зиян тигізеді. Өзіңді өзің түсінуге тырыс, өзгеден күтпе. Жақсылық жасағанда, оны қабылдаған адамнан жамандық күт. Егер сіз өзіңіз қалған кезіңізде бақытты бола алмасаңыз, онда әрқашанда жалғыз және біреуге тәуелді боласыз. Адамдармен арақатынаста жасау керек бірінші зат. Олардың қалай бақытты болғысы келсе, солай бақытты болуына кедергі жасамау. Адам сынғанша, алданғанша, тапталғанша жақсы әрі әдемі. Ешқашан тағдырға шағымданба. Достарыңды ренжітесің, жауларыңды қуантасың, ал өзіңе көмектесе алмайсың. Өмір әрқашан әділетті, ол тек сізді шыдамдылыққа сынайды. Егер адам сіздің арқаңыздан қанжар ұрса, бұл оның бетіңе қарауға қорқатынын білдіреді. Сіздің өміріңізді бұзу мүмкіндігіне ие болғысы келетін адамдар әрқашан табылады. Кешіру қабілетін мықтыларға ғана берген, ал кектенуді жалпыға. Сатқындар үшін ең жақсы кек, оларды қоқыс сияқты ойыңнан шығарып, бақытты өмір сүру. Өйткені басқа ештеңенің реті жоқ. Бір көргеннен махаббатқа сену, қолыңа енді алып жатқан бойда диагноз қойып жібергенмен тең. Сені дүниеге әкелушіге мейірімді бол. Сол кезде әлемді жаратушының мейіріміне бөленесің. Өзіңіз бағалайтын нәрсені лақтырмаңыз. Уақыт өте келе сіз ең керектісін лақтырып жіберген болуыңыз мүмкін. Егер сәттілік сізден бас тартса, көңіліңізді түсірмеңіз. Артынан түртіп жіберіңіз. Ол мұны кім жасағанын көру үшін міндетті түрде сізге қарай бұрылады. Адамнан ең жақсы кек, онсыз да өмір сүре алатыныңызды дәлелдеу. Өмірде әрқашан шар ережесін қолданыңыз. Биіктікке жету үшін қажет емес нәрсені тастап жіберіңіз. Сонда жеңіл көтерілесіз.